Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мынау мен жұмысымның бірі да маған негізі кейбіреулер жазады, сұрайды, не жұмыс жасайсың деп та. Бұл менің табыс көзімнің біреуі, бұл основной жұмысым емес. Жаңағы тайный покупатель агент дейді, сол сияқты тайный покупательге не только магазиндегі жаңағы услугасын тексеру жатады. Арасында осындай заказдар шығып тұрады. Маған шыққан заказ. Ол мынау бүгін таңертең түсті. Сосын айтты, өздері жаңағы несін жіберген, сет номерінде, осы сетті заказ беріңіз деді. По-моему, жаңадан шыққан сет болу керек. Енді мен бұл неден, бұл сушидан мен алып көрмеппін, бұл кафеден да. Сосын айтты, жаңағы өз атыңызбен немесе бір атымен заказ беріңіз деді. Сосын жаңағы звондап деді, жаңағындай нелерін қараңыз деді. Қалай обслуживаниясы. Сосын деді, жаңағы не істеңіз деді. В общем, скидка бар ма, қандай скидка бар, қалай жасалған қалама, в общем, миын шерту керек болды маған да ол адамның. Әрине бұл сатып алған нені олар өздері возместить етеді, ақыңды қайтарып береді. Получается, саған бесплатно тамақ келеді да, и еще сен бұл бір неге заказ беріп жаңағы оценка бергенің үшін, жаңағы если толықтай олардың жаңағы требованиясын орындасаңыз, 1000 теңге төлейді да соған. Сосын мен ойламадым да, осынша үлкен көп болып кетті деп, мен еще сетін инстаграмнан несіне қарап алмағам ғой. Маған айтты, осы сумаға осы сетті беріңіз деді. Мен бердім ғой. Мынаның бәрін көріп масқара деді. Мен үйде қазір мен жалғыз өзіммін ғой, балдарым әжесіне кетіп қалды. Енді жаңа не басталды, демалыс басталды, бір топ 1-тоқсанның. Қызым жер масқарам, сен келген соң бәрі суып қалады. Қасқа деп жатыр, мынаны қалай жейміз енді деп. Не де болса, ұлжым пісірмейтін болдым бүгін. Бүгінгі менің тайный покупательге түскен заказым. Не только магазин алдым саған, маған сибирский здоровьеден түсті. Бір продукты сатып алыңыз деді, сол үшін сумасын айтты да, осындайға дейін сумаға сатып алыңыз, біз осын не істейміз деді. В общем, жаңа возместить етеміз деді. Ол жерде бірақ за визит мен 5000 теңге алдым. Барып жаңағы консультация алып, анан шоқып, әрқайсысын ескеп көріп, сосын бір не сатып алғам үшін, оның 2700-ге сатып алдым, бір сатушысы, соның ақшасын олар төлеп берді маған. Одан кейін қандай заказдарым болды менің осы бір айдың ішінде. В общем, бір айдың ішінде енді қосымша табыс көзі ретінде айтатын болсақ, мен енді где-то 167 мың теңгедей көрдім. Өзімнің чисто тапқан табысымда. Сосын қай жерде косметика, бьюти-манияда, например, сол жерге бардым. Ол жерден де определенный суммаға алу керек болды, бірақ определенный сумма болғанда именно бір модельді айтты, бір бренд содан алу керек болды. Кстати, жұмадым қашып кетті. Ол жерден алып үлгермедім. Өйткені жаңа пожарный сигнализация қосылып кетті да, сөйтіп жүгіріп шығып кеттік, бірақ менің немді визитімді полностью төледі, өйткені ол менің қателігім болған жоқ, ол технический не болды. Пожарный сигнализация қосылып кетті. Енді бүгін міне жаңағы тайный покупательге не бар ма деген адамдағы да, жаңағы пайдасы өте жақсы. Конечно, постоянно бола бермейді мұндай заказдар, бірақ мінекей көрдіңіздер ғой. Мынау бәрі суши. Бұл бір сетке кіретін не ойлаймын, мынандай бар екен. Сосын мына бір жерде мынау не сет, хот-дог па бірдеңе. Ашып көрсетейін. Білмеймін не екен, мен әлі жаңа ашып қойдым, әлі ыстық күйінде тұр. Неде болса өзім бірінші той болатын болдым. Мынандай не бар екен болды, суши ма не мынау? Білмеймін, хот-дог секілді ма, или гамбургер секілді бірдеңе. Осылай достар. Арасында менің жұмысыма кіретін нәрсе. Өзім негізі мамандығым заңгер. Бірақ заңгер болып жұмыс жасамаймын, жасадым. Өте энергия тұратын жұмыс, былай қарап отырсаң да. Өзім негізі мамандығым жақсы көремін, жасаймын, бірақ мен енді көп жылдар бойына декреттік неде отырып қалдым да, декреттік демалыста. Декреттен декретке шықтым десем де болады. Соңғы 7 жылда декретте отырып қайта жұмысқа шыққан, бірақ сверхурочно андайға берген тапсырманы кәдімгідей жасап, еще бастығымда андай бір не болды, андай капризный адам болды. В общем, сол жұмысты андай қатты жасап қойдым ба, дұрыс демала алмай қалдым ба. В общем, организм сбой берді, и аяғысынан микроинсульт алған болатынмын жұмысқа кірген 2 айдан кейін. Одан кейін микроинсульт алғаннан кейін мен сол күн больницаға жатпадым, отқа жазып шығып кетіп қалдым. Өйткені больницаға жата алмаймын, үйде кішкентай балдарым бар. Үйге келдім да, бірақ 2 күннен кейін жұмысқа шығып кеттім. В общем, больничный алмадым. Потому что мен кірген жерімде больничный төленбейді да. Қарайған ақшасы ғой 2 күннің өзіне 27 мың теңге ұстап қалған менен. И жұмыс жасадым 4 айдан кейін. Ол кісі попросить етті маған жұмыстан шығуға, өйткені басында енді құлшыныспен жасап жүрдім ғой. Кейін жұмысым сәл азғантай ыңғайланғаннан кейін, ондай нагрузка болмағаннан кейін жайлап жасап жүрдім. Ол сосын айтты, неге күнде таңертең маған келіп кіріп, ананы жасап, мынаны жасап деп, в общем, былай сөздің тоқытыры, менің стукачым болмасын дегендей қылыпты да.
Сосын мен айттым, мен ондай адам емеспін. Мен барды бар, жоқты жоқ деп айтамын. Біреуді сізге жақсы көріну үшін біреуді подставить еткім келмейді ешқашан. Деп сөйлеген, сосын маған попросить кетіп жібереді. Мен кетемін дедім. Енді айттым, бұл жұмыстың соңғысы да алды да емес, жұмыс табылады ғой деп. Содан кейін тауым қайтып қалды. Одан кейін шақырды, шақырған жерлер көп болды. Бірақ өзім барғым келмеді. Маған жаңағы айтады, ақшасына тұрақты жұмыс істедім да. Одан бөлек мен декретте жүргенде СММ-нің оқуын, мобилографияның оқуын, массаждың оқуын оқып алған. Мен өзіме керек қой, қызығып оқып алған болатын. Осылай мен ара-тұра осындай жаңағы тайный покупательдің жұмыстанамын. Кейде видео түсіріп монтаж жасап беремін. Мен видеоларымды көріп қайдан сені мобилограф шығады деп ойлайтын шығар. Мен өзіме тек қана өзіме монтаж жасамаймын. Өйткені менің контентім басында енді орысша шығардым ғой контенттарды. Жизнь без фильтра, да, ешқандай фильтрсіз қалай бар солай көрсету. Сол үшін мен ондай көп монтаж жасамаймын. Былай басқа адамдарға монтаж жасап беруге, жаңағы искусственный интеллект дейді ғой, жасанды интеллектпен мысалға бірдеңелер жасап беру. Қазір көп нәрсе шығып жатыр ғой, күннен күнге дамып жатыр, күннен күнге әйтеуір оқып бірдеңелерді үйреніп жатырмыз. СММ саласында да сөйтіп мен өзім көп не алмаймын, көп клиент алмаймын, өзім әліме қараймын, жағдайыма қараймын. Мен максимум екеуін аламын. Жаңағы не қылып, тек жететін, өзімнің жағдайым жететіндей қылып екі не аламын, екі клиент аламын. Бұрыннан келе жатқан клиенттерім бар, біреу салон красоты, екіншісі киім сататын дүкен. Енді олармен жұмыс жасап келе жатқаныма бір 2 жылдай болды. Соның енді жаңағыдай мә деп СММ деп 200-300 мың да болмаймын. Әр клиенттен 100 мың теңгеден, екеуінен маған 200 мың теңге кіріс келіп тұрады. Надан да бір арасында осындай не түседі. Енді жұмыссыз жатқан жоқпын. Нақты тұрақты жұмысым болмаса да, әйтеуір осындай жұмыстарды алып жасаймын. Енді келесі қадам басқаным бұл YouTube арқылы да бір азғантай монетизацияға шығып көрейін деп өзімді сынап көріп жатырмын. Ал осымен бүгінгі менің әңгімем тамам. Қош сау болыңыздар, келесі көріскенше.